Отбасы тыныштығы кейде сыртқа көрінбейді. Әйелдер мен балаларға қауіп төнгенде отбасылық байланыс бұзылып, балалардың болашағы қауіпке ұшырайды. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бей-жай қарамау қоғам үшін аса маңызды мәселе. Атырауда жыл басталғалы қаңтар айының өзінде отбасындағы кикілжіңге қатысты келіп түскен хабарлама саны 260-тан асты. Қазіргі қоғамдағы түйткілді тақырыптардың бірі ол отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық деректерінің тіркелуі. Бұл бағыттағы қоғамда алаңдатқан тақырыптарды шешу жолында құзырлы органдардың рөлі өте зор. Осы бағытта Райса Зейнелғабиденқызы сіздің бөліммен атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталсаңыз, басым бағыттар қай бағытқа бөлінуде? Көбіне көп түсетін хабарламалар әйелдер мен балаларға қатысты жәбірленуші солар болып табылады. Енді бұл жерге барғанда учаскелік полиция инспекторының бірінші мақсаты құқық бұзушылықтың алдын алу, болдырмау, қылмысты болдырмау, жолын кесу. Бұл жерде мысалы жәбірленуші әйел азаматша болғандықтан, оның мысалы қандай уәждері бар тыңдап, мысалы ол жерде баланың мысалы біріншіден психологиялық тұрғыда мысалы зиян келтіру мүмкін. Сол себепті сол жерде жоғарғы деңгейде, тиісті деңгейде бағасын беріп, бұл жерде тиісті шараларын қабылдап жатады. Енді одан қалса, агрессорлармен бана айтып жатырмыз, құқық бұзушыны агрессор деп айтып жатамыз. Агрессорлармен тиісті шаралар қабылданғаннан кейін қамаққа алынады. Ол жерде қамаққа алынғаннан кейін психологиялық және полицияның профилактикалық жұмыстары жүргізіледі. Бұл жерде біздерде айтарлықтай өте банағыдай жетістік деп айтуымызға да болады. Бұрын соңды хабарламалардың, қайталама хабарламалары көп болса, биылғы жылы мысалы 63 болып төменді құрап отыр қайталама хабарламалар саны. Ал 275 хабарлама ол жыл басынан бері тек отбасылық салада тіркелгендер, былтыр мысалы 433-ті құраған. Енді жалпы мақсатымыз осы отбасылық тұрмыстық қарым-қатынас саласында құқық бұзушылықты болдырмау, жолын кесу, қылмыстың алдын алу, жәбірленушілерге тиісті деңгейде көмек көрсету. Мысалы, қазіргі уақытта біздер тек қана полицияға ғана жүктеп қоймай, ФСМ социал бойынша отбасын қоғамдау орталықтарымен де бірлесіп, ол жерде мысалы медициналық, әлеуметтік, психологиялық, әртүрлі жан-жақты көмектер көрсетіліп жатады. Соларды міндетті түрде қандай көмек керек? Мысалы, жұмыспен қамту орталығында тартамыз, жұмыссыздық болуы мүмкін бұл жерде. Ең басты енді зорлық-зомбылықтың салдары жұмыссыздықтан, қаражаттың жетіспеушілігінен, қызғаныш салдарда кездесіп жатады, ішімдік салдарда кездесіп жатады. Соның барлығына жан-жақты көмек беру. Бүгін, яғни 27 қаңтар күні бізде облыс көлемінде тұрмыс жедел профилактикалық іс-шарасы басталды. Осы іс-шара аясында қойылатын нақты міндеттер мен нақты тапсырмалар және бұл іс-шара аясында біз қандай нәтиже күтеміз? Осыған жауап берсеңіз. Бүгін 27 қаңтар мен 31 қаңтар аралығында облыс көлемінде тұрмыс жедел профилактикалық іс-шара басталды. Шараның басты мақсаты бана отбасылық кикілжіңдерді, дау-жанжалдарды уақытылы анықтап, уақытында дер кезінде тоқтатып, мысалы, сол жерге тиісті шараларын қолдану, одан қалса қылмысты болдырмау, құқыққа қарсы әрекеттер үшін бір отбасының бір үй мүшелеріне бір-біріне мысалы келтіретін зияндарын немесе дау-жанжал туындаған жағдайда солардың барлығын шешіп, жан-жақты шешіп, мысалы, қандай болмасын көмек керек болса, полицияның тарапынан, психологтар тарапынан мысалы, сондай жан-жақты көмектер көрсету. Басты мақсат қылмыстың алдын алу, болдырмау, жолын кесу. Енді полицияның тарапынан профилактикалық жұмыстар, бұл жерде бұрын соңды мысалы дағдарыс орталығына жатып кеткен әйел азаматшалардың үйлерін аралап, қазіргі жағдайлары қалай жай-күйлерін анықтау, немесе қайталама хабарлама берушілер деп айтып жатамыз, қорғау нұсқамалары шығарылып жатқан ер азаматтар тарапынан соларды барып үйлерін тексеріп, мысалы қорғау нұсқамасының өзі бір ай көлемінде шығарылады. Сол бір айдың ішінде тағы да хабарлама болған жағдайда 461 баппен жауапкершілікке тартылатындығы жөнінде ескертіп айтып, қазіргі уақытта мысалы 115-1 бабымен сталкинг бойынша да мысалы артынан қудалау, ол адамның банағы жүріс-тұрысын шектеу немесе артынан аңду, солардың барлығын заң тұрғыда түсіндіріп айту қазіргі уақытта біздің басты мақсатымыз болып табылады. Ақпаратты кеңінен жеткізу қоғамға. Енді мына сталкинг қылмыстар дейміз ғой, сталкингті уақытында хабарламау
қазіргі таңда қоғамда өзекті мәселелердің бірі секілді. Өйткені құқық қорғау органдарына кеш хабарлау, осы тұрғыда бір түсіндірме жұмыстарын айтып өтсеңіз. Енді әрбір бана қудалау деп айтып жатамыз, немесе ол адамның жүріс-тұрысын шектеу деп айтып жатамыз, бұл жерде тек қана мысалы барып аяқтай қуып жетіп алып бір нәрсе бір жасау емес, бұл жерде ұялы телефон арқылы да қорқыту, мысалы мен сені бүйтіп кетем, сөйтіп кетем деген сияқты, өлім өлтірем деген сияқты сондай сөздер, өліммен қорқыту, немесе мысалы WhatsApp арқылы түрлі балағат сөздер жазу, соның барлығы сталкингке жатады. Бұны біздер дер кезінде анықтау үшін банағы ақпараттандыру мақсатты ақпараттандырып, одан қалса банағы оқу орындарына барлығын соны жеткізіп, сондайға тап болсаңыз, сондай тұрмыстық зорлық-зомбылықтың немесе сталкингтің куәгері болсаңыз, міндетті түрде полицияның 102 арнасына немесе 150, 111 нөмірлеріне хабарласуын ақпарат ретінде кеңінен жеткізіп отырмыз. Әрине жоғарыда атап өттіңіз, Атырау облысы көлемінде енді отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан зардап шегетіндердің басым бөлігі әйелдер мен балалар. Алайда бұл факт әрине 100% емес, отбасы тұрмыстық саласында зардап шегетін ер азаматтар да бар, осыған қысқаша тоқталып өтсек. Бұндай мәселелер жоқ емес бар, айтып кету керек. Мысалы, бұл жерде соңғы шыққан заңды көбіне қоғамда анандай ой қалыптасқан тек қана ер азаматтарға қатысты. Бұл заң бұл жерде тұлға ретінде қарайды. Бұл жерде құқық бұзушы әйел адам да болуы мүмкін, ер адам да болуы мүмкін. Бұл жерде тек қана агрессорды ер адам деп алмаймыз. Бұл жерде мысалы кейде хабарламалар ер адамдардың тарапынан да түсіп жатады. Бұл жерде тұлға ретінде қабылдап, әйел азаматшаны да жауапкершілікке тартамыз. Департаментте қазіргі таңда отбасы тұрмыстық саласында құқық бұзушылыққа жол берген тұлғалармен психолог мамандар жұмыс жасауда. Бұл жұмыстың бір ізге салынғанына 2 жылдан асты. Осы жұмыстың бүгінгі көрінісі қандай? Біздерде осы әкімшілік қамаққа алынған уақытша ұстау орталығында, спецприемник деп айтып жатамыз, арнайы қабылдау орталығында психолог кабинетін ашқан болатынбыз. Осыдан 3 жыл бұрын полиция департаментімен Шаңырақ 2008 қоғамдық бірлестігі меморандумға отырып, арнайы сол мекеменің ішінен сол қамаққа алынғандардың ортасынан бір бөлме ашып, арнайы кабинет, психолог кабинетін арнаған болатынбыз. Бұл жерде психологтар қайталама хабарлама берушілермен өздерінің психологиялық жұмыстарын жүргізеді. Одан қалса полицияның тарапынан профилактикалық жұмыстар үнемі жүргізіліп тұрады. Соның арқасы деп есептеймін, соның нәтижесі деп біздерде қайталама хабарлама берушілер саны былтырға қарағанда енді төменге түскен көрініп отыр енді.